Сәлем достар, біз бүгін Жапон аралынан табылған жұмбақ шарлар жайында сөз қозғайтын боламыз. Жұмбақ шарлардың пайда болуы туралы түрлі пікірлер Жапон халқын әбден мазалады. Бұл Жапонияда 2023 жылдардан бастап табылған жұмбақ шарлар. Бұрын Шизуока префектурасының Хамамацу қаласының жағажайында алғашқы Годзилла жұмыртқасы табылды деп дабыл қақты. Сондықтан жұмбақ нысанды желі қолданушылары бірнеше болжамдар жасап ат қоя бастады. Атап өтсек, бөтен шар, Dragon Ball және Science Space Flight ғарыш кемесі, Қытайдың тыншы шары, айдың сиқырлы сәулесімен кішірейтілген жердің көшірмесі деп болжануда. Шығу тегі белгісіз алып шар жапондықтардың екінші Годзилла жұмыртқасы деп болжануда. Бұл жолы ол жағажайда емес, оның жанындағы үңгірден табылды. Сарапшылардың пікірінше, бұл нысан ақпан айында Шизуока префектурасының Хамамацу қаласының Цубой ауданындағы жағажайда табылған нысанға ұқсас болуы мүмкін. 21 қаңтарда таңертең жағажайда диаметрі 1 метрге жуық жұмбақ сфералық нысанды жергілікті төтенше жағдайлар қызметі дереу аумақты қоршады. Содан кейін қорғаныс костюмдерін киген саперлар шпиондық аппарат деп күдіктенген допты тексере бастады. Шарды сканерлегеннен кейін билік нысаны оны бос екендігіне және ішінде қауіпті заттардың жоқтығына көз жеткізді. Бұл порттарда және теңіздегі ғылыми зерттеулерде қолданылатын ескі теңіз қалқымасы екендігі белгілі болды. Оны қарапайым қоқыс ретінде қауіпсіз түрде сақтауға немесе тастауға болады деді. Жапондықтардың үрейі басылып, енді болды ау дегенде 28 ақпанда тағы да жұмбақ олжа табылды. Осы жолы Токунасима қаласының жағалауындағы Когиясама префектурасының шығу тегі белгісіз тағы бір металл шар болды. Қазір мамандар оны зерттеп жатыр. Олар бұл нысанды жағаға лақтырған теңіз қалқымасы деп болжайды. Доп жағаға жартастағы шағын үңгірде орналасыпты. Оның диаметрі шамамен 1 метр. Бұл жерге келген полиция қызметкерлері табылған затты тексеріп, өз тергеулерін бастап кетті. Жергілікті әкімшіліктің өкілі Казуо Окумуро доп жағаға шығарылған буй деп болжады. Оның айтуынша, іші бос, бірақ соншалықты ауыр, оның орнынан жылжыту мүмкін емес дейді. Бұл қазірдің өзінде аралда табылған екінші нысанның бетінде саналаулары бар 2 проекция табылды. Бұл зат белгісіз маркасы мен шығу тегі бар ескі үлкен арқандап байқалу қалқымасы болуы мүмкін дейді. Ол қатты желден жұлынып теңізге шығып кетті деген болжам тағы бар. Ран академигі Борис Катагорин Жапониядағы жағажайға мұхитпен лақтырылған шар метеорологиялық деп болжады. Алтын балық ертегісінде болып жүрмесін. Бірінші рет бос келді, екінші рет бос келді, ал үшінші рет немен келетіні белгісіз. Бұл бір қауіптің болатынын білдіретін белгі болуы да мүмкін. Видео ұнаса, пікіріңізді жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.